Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің сабағымызда қоршаған ортамен таныстыру. Қоршаған ортамен таныстыру мақсаты мектепке дейінгі кіші жастағы балалардың қарым-қатынасын ауызша және ауызша емес түрлерін игере дағдыларын қалыптастыру. Номер 11 сабақ. Тақырыбымыз қазақ халқының мәдениеті. Оқыту мақсаты көрнекі материалдарды зерделеу негізінде қазақ халқының көшпенділік тұрмысын сипаттау болып табылады балалар. Кәне балалар, тұрайықшы, сергіту сәтін өткізейік. Айналаға алақанмен жылулықты шашайық, сәттілік тілеп, күлімсіреп, біз сабақты бастайық. Балалар, осы сергіту сәтін жаттап алайық. Балалар, бүгін біздің тақырыбымызда қазақ халқының мәдениеті. Кәне, кітап кімде бар? Қоршаған ортамен танысу. Ашайық, 30-31 бет. Кәне балалар, қазақ халқының мәдениеті дегеніміз қазақ халқына қатынасты суреттерді белгіле дейді, себебін түсіндір дейді. Балалар, бірінші тапсырмада біз осы жерде табайық. Өзіміздің ұлттық киімімізді, қайсы бізге жатады екен? Ұлттық өзіміздің аспабымызды, ұлттық қазақтың үйін табайық. Ұлттық біздің қарандашы балалар, жануарлар. Бұл біздің өзіміздің ұлттық заттарымыз. Келесі балалар, қазақтар Қазақстан Республикасының негізгі тұрғындары. Біздің ата-бабаларымыз көшпенді халық болған. Қысы жазы отыратын баспанасы киіз үй болады. Музыкалық мәдениеті жоғары болады. Ата-бабаларымыз мал баққан. Балалар, осыны ұғып тыңдап алайық. Келесі тапсырма. Тұрмыстық заттар мен ұлттық киімді ажыратып, тиісті орнына жапсыр дейді. Балалар, бізде ортасында берілген жапсыратын заттар бар. Соны жабыстырайық. Егер біздің кітабымыз мына жерде жоқ болса, кітапсыз істесек, тұрмыстық заттарды, кәне балалар, қандай тұрмыстық заттар бар? Соны біз суретке салайық. Ұлттық киімдер дегенде балалар, бізге қандай киімдер жатады ұлттық киімге? Біздің қазақтың ұлттық киімдері бар. Оны біз білеміз балалар. Сондықтан да енді ұлттық киімімізді осы жерге суретке салайық. Немесе кітап болмаса, басқа ақ бет қағазды алып, соған тұрмыстық заттарды және ұлттық киімді салайық. Келесі тапсырма. Артығын айналдыра қорша дейді, себебін түсір дейді. Бұл келесі бетте міне тұр. Артығы деген мынау тұрмыстық заттар мен ұлттық киімдер деген мына жерге салынады балалар. Артық айналдыра қорша себебін түсіндір дейді. Мысалы, бізде артық айналдыра қорша деген, мысалы, ұлттық ыдыс дейміз. Ыдысты ғана табамыз мына жерде. Міне 1, 2, 3, 4 ыдысымыз бар, е балалар. Осы біздің ұлттық ыдыстарға жатады. Келесі тапсырма. Суреттегі тұрмыстық заттарды қазір пайдалана ма? Осындай заттарды жасайтын адамдарды кім деп атаймыз балалар? Кім деп атауға болады? Өзін бағала дейді балалар. Кәне, өзімізді өзіміз бағалай аламыз ба? Келесі тапсырма. Ұлттық бас киімді табуға көмектес дейді. Балалар, мұнда 4 бала берілген. Сол 4 баланың 4 бас киімін әрқайсына киіндірейікші. Қайсы кімдікі екен? Соны бұлай сызып апарамыз балалар, е? Келесі, қорытынды жақсы істеген не? Жаман істеген не балалар? Осыған мән берейік. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.